Қазақ халқы сан ғасырдан бері осылай ислам діні, соның ішінде Абу Ханифа мазхабын ұстанып келеді. Неке мәселесі, келіннің сәлем салу мәселесі, баланы сүндетке отырғызу мәселесі, осының барлығы біздің ұлттық құндылықтарымыз, оның барлығы біздің дінімізбен сабақтас болып келеді. Құндылық дегеніміз негізінен бұл қасиеттілік деген сөзден пара-пар келетін дүние, және де осы қасиеттілігін жоғалтқан адам кез келген адамның ығына еріп кете береді. Қазіргі деструктивті діни ағымдардың негізгі мақсаттары осы ұлттық құндылықты құнсыздандыру арқылы жастарымызды өздерінің ығына көндіріп жатқан жайы бар. Олардың негізгі мақсаттары да сол, отан деген ұғымды жою, ұлттық құндылықтарды жоқ қылу арқылы, адамды өздерінің ықпалына көндіру арқылы кез келген мақсатта ол адамды пайдалана алады. Кім құндылықтарына бекем, салт дәстүрдің қайдан шыққанын, неден шыққанын, қалай шыққанын, негізін түсінген адам, бұл олардың ықпалына көне қоюы екіталай. Қазақстанда Маңғыстау жері осы салт дәстүрге берік, деструктивті діни ағымдағы жігіттермен жұмыс жасаған кезде де осы салт дәстүрлерді қанша дегенмен олар көрді, оны білді, олар яғни бірақ негізін түсінбеді. Соны түсіндіру арқылы оларды бұл райларынан қайтару жеңілірек. Деструктивті діни ағымда жүрген жігіттердің көпшілігі, яғни ата-баба жаңағы салт дәстүрін, қазақилықты көрді олар. Олар не дегенмен бұл салт дәстүрлердің неден шыққанын, яғни істеліп жатқан амалдардың барлығын көрді де, ал бұлардан шыққан ұрпақтар осы нәрселерді көріп жатқан жоқ. Сол себепті осы мектептерге немесе бір жаңағыдай орталықтар ұйымдастырып, жаңағыдай мектеп жасындағы балаларды жинап, сондай бір факультатив деген сияқты бір пән қойып, соларға осы салт дәстүрлерді көрсету арқылы, оның негізін, қайдан шыққанын, не себепті істелетінін түсіндіру арқылы жеткізсе деген сондай тілек ниетіміз бар.